Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Біз бұл видеомызда тарихтағы ең үлкен цунамилер жайлы айтатын боламыз. Арнаға тіркелмегендеріңіз болса, алдымен арнаға жазылып, қоңырау шаны басып қойыңыздар және комментке плюс қалдыра кетіңіздер. Ендеше кеттік. Тарих бойына әлем бірнеше рет табиғи апаттардың кез келген түрімен кездесті. Бұл жер сілкінісі, жанартаудың атқылауы, торнадо, дауыл, өрт, қар көшкіні, су тасқыны және тағы басқалар. Алайда іс жүзінде ештеңені цунамимен салыстыруға болмайды. Олардың ішінде мегацунами деп аталатын толқындар ерекшеленеді. Олардың үлкендігі соншалық, олардың биіктігі бірнеше жүз метрге жетеді. Реактивті ұшақтың жылдамдығымен жүріп өтіп, ішкі жағына қарай 20 шақырымға дейін қозғалады. Кәдімгі цунами мен мега толқындардың пайда болу механизмдері әртүрлі. Қалыпты цунамиді мұхит түбін ығыстыратын күшті жер сілкінісі тудырады. Бұл жағдайда жер сілкінісінің эпицентрінің үстінде амплитудасы аз, бірақ ұзындығы үлкен толқын пайда болады. Мұндай толқындар реактивті ұшақтың жылдамдығымен жүре алады. Толқын сөренің таяз бөлігіне түскенде оның ұзындығы азаяды және амплитудасы артады. Мегацунамидің пайда болу механизмі әртүрлі. Мұндай толқынның пайда болуы үшін үлкен тас массасының суға түсуі немесе құлауы қажет. Литуя шығанағы, Аляска, 524 метр. 1958 жылы 9 шілдесіне қараған түні Аляскадағы Фейервезер саңылауы бойындағы жер сілкінісі 30 миллион текшелік метрлік тасты 900 метр биіктіктен Гилберт шығанағының суларына құлатты. Құлаған тасқын соққы күші шығанақтың оңтүстік батыс жағалауына соққан жергілікті цунамиді тудырды. Толқын сондай күшпен соққы бергені соншалық, ол Гилберт шығанағын Литуя шығанағының негізгі бөлігінен бөліп тұрған истмус үстінен толығымен өтіп кетті. Содан кейін Литуя шығанағының бүкіл ұзындығы бойымен Ла Чауси тұмсығынан өтіп, Аляска шығанағына дейін жалғасты. Бұл алып цунами толқынының пайда болуына алып келді. Ол көлбеу көтеріліп, 524 метр биіктікте ағаштарға жетті. Миллиондаған ағаштарды тамырмен жұлып алып, толқын алып кетті. Бұл бұрын соңды болмаған ең биік толқын. Цунами кезінде шығанақта бірнеше қайық болған. Олардың біреуін балықшылар алып, әкесі мен баласы апаттан аман қалды. Ваджонт бөгеті, Беллуно, Италия, 250 метр. Монте Токтағы Ваджонт бөгеті 1961 жылы Италияның солтүстігінде Беллуно провинциясында салынған. Ол Монте Ток тауы маңында су жолының аумағынан әдемі арка жабылады және бастапқыда бүкіл аймақтар электр қуатымен қамтамасыз ететін су электр станциясының құрылысына арналған. Құрылыс идеясы көптеген қоғамдық наразылықтарды тудырды. Өйткені Ток тауының баурайы әрдайым тұрақсыз болды. Ал бұрын тастар саз қабаты болғандықтан жиі көшкіндер болатын. Бөгет жолын салу кезінде тау баурайында алғашқы жарықтар пайда болды және ұсақ көшкіндер пайда болды. Бірақ бөгетті салу жалғасты. 1959 жылы бұл құрылым шатқалды толығымен жауып тастады. 1961 жылы қайғылы жағдай әлі де орын алды. 260 миллион текше метрден асатын көшкін пайда болды. Бұл масса 250 метрлік толқын жасады. Бөгеттің шетінен қуатты фонтан шашырап, аңғарға қарай ұмтылды. Жолындағы барлық нәрсені сыпырып алды. Бірнеше минуттың ішінде Лангорена, Виланова, Пиражо, Фа және Ривалта тауларының ізі 300-де қалмады. Осы оқиғаны зерттеген комиссияның бағалауы бойынша бұл апат 2-3 мың адамның өмірін қиды. Вулкан Сент-Хеленстегі жарылыс, Вашингтон, ақш, 260 метр қашықтықта. 1980 жылдың наурыз айынан бастап жер асты дүмпулері серпінді болды. 27 наурызда саңырау жарылыс болды.
ал күл мен газ бағанасы вулкан шыңынан жоғары көтерілді. Сент Хеллестің оянуы таудың шыңын шаңға айналдырып, алып көшкіндерді тудырды. Жақын жерде орналасқан Спирит көлінде биіктігі 260 метр мега цунами пайда болды. Фотограф Роберт Ландсбург шыңнан бірнеше шақырым жерде атқылау туралы ерекше суреттер сериясын түсіріп, осы процесте ол қайтыс болды. Атқылау басталғанға дейін бірнеше апта бойы Ландсбург жанартауға онымен болып жатқан өзгерістерді суретке түсіруге бірнеше рет келді. 1980 жылы 18 мамырда таңертең ол шыңнан бірнеше миль қашықтықта болды. Жанартаудың жарылуынан кейін күлді бұлттан қашып құтылу мүмкіндігі болмайды деп саналы түрде бағалаған Роберт Ландсбург тұрған жерінде қалып, бір нәрсені суретке түсіру үшін жанартау мен атқылауды суретке түсіре берді. Содан кейін ол таспаны кассетаға орап, камераны рюкзакқа салып, оны жақсы қорғау үшін астына қойды. Унзен жанартауының атқылауы. Жапония, 100 метр. 1792 жылы Жапонияда Унзен жанартауы атқылап, жанартаудың бір бөлігі теңізге құлады. Көшкін биіктігі 100 метрге жететін мегацунами тудырды және жергілікті балықшылар ауылдарында 15 мың адам қаза тапты. Мұндай цунамилердің көпшілігін суретке түсіру мүмкін емес, өйткені апаттар кенеттен орын алады. Бірақ кейбір жағдайларда қарапайым цунамилердің куәгерлері түсірген кадрлар кездеседі және мегацунами қаншалықты қорқынышты болғанын елестетуге болады. Цунами тақырыбын киноиндустрия белсенді қолданады, ал мега толқындарды 2012 жұлдыз аралық, Посейдон, ал дауыл жарылды, мүмкін емес сияқты фильмдерден көруге болады. Мен үшін ең әсерлі Гейрангер Форданында қандай апат болуы мүмкін екенін көрсететін норвегиялық толқын фильмі. Ал сіз болсаңыз қандай жарылыстар мен соған байланысты фильмдерді білесіз? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарияға қалдырыңыздар. Және қандай тақырыпта видео шыққанын қалайсыздар? Біз барлық пікірлерді оқып, жүрекше қою арқылы алғысымызды айтып отырамыз. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.